эле болот деп айтам. Мектептерде мұғалімдердің айлығы қанша білесіз бе? Мугалимдердин ставкасына жана категорияларына байланыштуу, стажына байланыштуу деңгээлде. Ең төмені қанша, ең жоғарғысы қанша? 20 сааттык нагрузка менен бүгүн 14.800 сом алып атат. Ал эми эгерде октябрдан 30% көбөйгөн болсо, көбөйгөндөгү октябрдагы маселе, сиз айтып аткан маселе, азыр мен чочулап өзүм дагы ушуга катуу маани берейин деп атам. 30% эртең өкмөт тарабынан коюлган акча мугалимдердин колуна туура так эсептер менен жетиш керек деп ойлоп атам да. Ушуну азыр механизмдерин иштеп чыгып, бардык жерлерге биз ушуну иштеп чыгышыбыз керек. Сіз айтқан 14.000 айлық ақы бұл жарым айлық ақы орточо. 6-7 мың алғандар мұғалімде иштеп атат айылдарда. Ушуга көңүл бурушубуз керек. Айлыгын көтөрмөйүн ешкандай сиз алардан талап кыла албайсыз, реформа болбойт.